Қан қысымы ойыншық нәрсе емес. Ол бірден көтеріліп немесе төмендесе, адам ағзасына айтарлықтай зиянын тигізетіні белгілі. Жоғары қан қысымы болсын, көрсеткіші төмен болсын, адам үшін өте қауіпті саналады. Қалай десек те, бүгінде гипертония мен гипотониядан зардап шегетін жандардың саны жеткілікті. Қан қысымы қанның тамырларға салмақ түсіретін күші. Артериалды қан қысымы деген тіркесті түсінбей қалатындар көп. Қан қысымы ағзада бүткіл қан тамырларда болмайды. Олар көк тамырда, капиллярларда және жүректе орын алады. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Шипагер арнасы. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қан қысымын төмендетудің жаңа тәсілмен бөлісеміз. Ол үнді рецепті деп аталады. Қазақша каналдың дамып, ары қарай өз жұмысын шабыттана жасау үшін арнаға тіркеліп лайк басып, видеоны достарыңыз бен туыстарыңызға таратыңыз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация екенін ұмытпаңыз. Адам өміріне қауіпсіз қан қысымының көрсеткіші сынап бағанасы бойынша 120-80 мм. Қауіпсіздіктің максималды көрсеткіші 140-90 мм-ға дейін ғана. Егер бұл көрсеткіш бұдан да көтерілсе, гипертонияның беталысы болып есептеледі. Бірақ бұл қалыпты көрсеткіш деп санауға да болмайды. Себебі адамдардың ағзасы әртүрлі. Біреулері үшін 80-60 мм болатын қан қысымы қалыпты болуы мүмкін. Ал енді біреулер үшін 140-90 мм қалыпты саналады. Дегенмен ағзаны бірегей екен деп, оның үстіне ешқандай қауіпті белгілері байқалмайды деп, денсаулыққа, әсіресе қан қысымының көрсеткішіне немқұрайлы қарауға болмайды. Кез келген жағдайда дәрігердің тексеруі маңызды рөл ойнайды. Адам ағзасы көтере алатын ең жоғары қан қысымы сынап бағанасы 300 мм-ге дейін. Бірақ бұндай өте сирек кездеседі, себебі бұндай көрсеткіш 100% өліммен аяқталады. Қан қысымы қандай жағдайда көтеріледі? Адамның қан қысымы себепсіз көтерілмейді. Оған белгілі бір түрлі факторлар себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ қан қысымының көтеріліп кетуі тек ағзадағы проблемаларға ғана қатысты емес. Сондықтан қан қысымы көтерілгенде мынадай жайттарға назар аудару керек. Ағзаның сусыздануы. Адам күніне шамамен 1,5 литр су ішу керек. Бірақ тек таза су ғана. Егер ағза өзіне қажетті мөлшерде күнделікті суды қабылдамаса, қан қоюлана бастайды. Ол жүректің жұмысын ауырлатып, нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Тым майлы тамақты жиі тұтыну, құрамында холестерині көп азық-түлікті пайдалану. Бұл жағдайда қан тамырларда қанның ағысына кедергі болатын холестеринді түйіндер пайда бола бастайды. Күнделікті тағам мәзірінде тұздың шамадан тыс көп болуы, жағымсыз әдеттер, алкоголь және темекі, ағзаға ауыр күш салатын жұмыстар немесе олардың мүлде болмауы, гиподинамия, тым ауыр күш түсіретін жұмыстар кезінде ағза жұмысында қиналу орын алады. Ал керісінше, физикалық күш жұмсау мүлде болмаған жағдайда қан айналымы нашарлап, жүректің бұлшық еті босайды. Жиі орын алатын стресстер. Тағы да бір себебі тұқым қуалайтын бейімділіктің болуы. Сонымен қатар 50 жастан жоғары бүйрек пен бас жарақаты кезінде де пайда болуы мүмкін. Аурудың басты белгілері. Құрметті көрермен, біздің арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Арнаға тіркеліп қойыңыз. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмауыңызға кепілдік бола алады. Бастың жиі ауруы немесе айналуы, құлақтың шулауы, жүректің айнуы, көздің астындағы қатпардың пайда болуы, көру қабілетінің нашарлауы. Қан қысымы көтерілген жағдайда көздегі тамырлар ісініп кетіп, көз көруі әлсірейді. Егер дәретханаға сирек баратын болсаңыз, бұл гипертонияның белгісі, өйткені ол бүйрек ауруларымен қатар жүреді. Гипертония ешқандай белгі бермеуі де мүмкін. Сондықтан қан қысымын уақытылы өлшеп тұру керек. Қан қысымы көтерілудің алдын алу үшін физикалық жаттығулар жасап тұру керек. Күніне кем дегенде жарты сағат уақытыңызды бөлсеңіз жеткілікті. Велосипед айдау, билеу, серуендеу және жүзумен айналысуға кеңес беріледі. Дұрыс тамақтану керек.
Тамақтан тұздың мөлшерін азайтыңыз. Жеміс-жидек және көкөністерді жеу ұсынылады. Зиянды әрекеттерден аулақ болыңыз. Арақты және темекіні тастаңыз. Қан қысымы көтеріліп кетсе, орындыққа отырып аяқтарды бос ұстап түсіру керек. Сол кезде жүрекке баратын қан ағымы азайып, жүктеме төмендейді. Науқастың өзін жақсы сезінуі үшін карвалол немесе валикардин тамшыларын қолдануға болады. Қан қысымына арналған үнді рецепті. Егер сіздің таңертең ұйқыдан тұрғанда басыңыз ауырып, жүрегіңіз айныса, бұл әдіс сізге көмектесуі әбден мүмкін. Ол үшін шырпыны мақтамен орап, йодқа батыру керек. Ұйықтар алдында сол қолдың білезігіне сызықша салып жатыңыз. Емді 10 күн бойы жалғастыру керек. Таңертең тұрғанда басыңыз ауырмай, жүрегіңіз айнымайтын болады. Қан қысымы ойнайтын нәрсе еместігін атап өткеніміздей, денсаулығыңызға немқұрайлы қарамауыңызды сұраймыз. Қымбатты көрермен, әрқашан салауатты өмір салтын ұстанып, деніңіз сау болсын. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыз.